қонады, жасайды, істейді, кетеді. Андай, как мал сияқты болдым да енді. Негізі проституцияның халал түрі деп айтайыншы, өте жиіркенішті да. Бір-бірін әйелін алады, ұнамай қалама талақ бере салады. Дін демей-ақ қойшы, терроризм, ваххабизм діндері бар ғой өздерінің. Сол өкілдері өте жақсы спектакль қояды. Хочу, чтобы қыздар ондай көрінген еркектің тряпкасы болмай, достойно жүру керек ше. Жылы жаңағы теріс діни ағым өкілдерімен жақсы қарым-қатынаста болдым. 14-темін ол кезде. Тұрмысқа шығуға үгіттеді. Ата-анам қарсы болды. Дінде не нәрсе харам, соның бәрін істейді өздері. Бір-бірін әйелдерін алады, біреу талақ береді, тастайды, талақ береді, алады, солай ше. Тұрмысқа шықтым. Қызым бар тұғын ол кезде. Екінші рет жаңағы діни деструктивті ағымдағы. Келеді, қонады, кетеді. Бірінші әйел қатты ауырып жатса, бітті сойққа кетеді, ал мен выкидыш болды да менде 3 рет. Сол кезде ол кісі келген жоқ та, андай футбол ойнап жүрді достарымен. Сол кезде соның друктары көмектесті. Друктардың әйелі жаңағыдай. Сосын маған ренжітті, сен неге оларға айтасың деп. Олар, сен өзің әйелсің ғой, бәрін көтеруіңе болады ғой деген сияқты. Әйелде қысым көрсетеді, неше түрлі айтып, жаңағыдай мен роддомда балам түсіп жатқанда айтады, сен неге көтересің, сен неге бүйтесің. Хоть ана өзі қаншама жыл бойы күйеуіне әйел іздеді. Әйел оны бүкіл жамағаттар растайды. Өзінің несі бар ғой, 2 другын алып, Тимур, Олжас деген 2 другын алып та келіп берді. Тағы да 3-ші лица болды, талақты свидетель болған. Оны жоққа шығарады бірақ. Талақ берген жоқпын мен деп жамағаттың ішіне айтады, мен оған талақ берген жоқпын. Ол өзі сөйтіп қуып кетті, ашық түсті орамалдар киіп кетті, боянды, сөйтті, бүйтті. Ұсыныс жасап жүрген адам болды, жаңағы досы Ержан деген кісі. Екінші әйелдікке ұсыныс жасап жүрді, мен отказ жасап жүрдім. Әйел арқылы шықты, несі берілі деген. Отказ жасадым. Бір күні жаңағыдай Алланың қалауымен енді көшеден жаңағыдай жасар партия уже ұрлап әкетті да, насильно. Қасында Нұрғалым деген дос болды. Екеуі машинада басып ұстап отырды. Жаңағыдай неге өзімнің квартирама апарып 2 күн қамап тастады. Жақта ұру соғу болды. Нұрғалым кетіп қалса, Ержан өз жалғыз қалған кезде жаңағыдай кесетін ше. Ал Нұрғалым, сосын тағы да бір адамдар кеседі. Өте тақуа адам болатын. Андай тура Елжан сияқты да. Орда да зорламақшы болған кезде қолымды ұшып кесіп жүрдім да. Ең қатты обидносы, мен қатты сендім да, олар дін адамдары болғандықтан Аллахтан шынайы қорқады ғой деп ше. Екінші әйел алдыма, үшінші әйел алдыма ата-анасымен таныстырмайды, оны керек қылмайды, потому что біледі да, что талақ беріп жіберетін. Просто өздерінің жаңағы нәпсілерін қандыру үшін ғой енді. Грубо говоря, солай қаңғып, андай өздері жиналады үйлерінде, отырады, бір дағуат айта алмайды, дағуат айтпайды, бір-бірін өсектеп шемішке шағып, сөйтіп отырады. Анау әйел алды, ертең тастап кетеді, біз алуымыз керек деген сияқты. Өздері андай интимный жағына ғана алады, 2-ші, 3-ші, 4-ші әйелге. Ниқаб киген адамдармен араластым, бар ішінде жақсылар да, бірақ көбісі темекі шегеді, солай да, ниқаб киіп алады, но темекі шегеді. Негізі проституцияның халал түрі деп айтайыншы. Соқты істемеген істеді, өмірі, мысалы, жасым небәрі 20-да да. Осылай тілім шығып сөйлеп кетеді деп ойлаған жоқпын өзім. Сосын ата-анамды тыңдамадым. Ақырында барлығы теріс айналған кезде ата-анам қабылдады да, балам мен. Ата-анам көмектесті, әлі күнге дейін. Обидно. Оларға иттік жасап кеткенім қатты өкінемін ше. Қазір біздің жезқазған сотбаевта көп ондай қыздар әке-шешесін тыңдамайды, 2-2 жылдар, 2-ші әйел болып, 3-ші әйел болып шығып кетеді. Артында жалғыз қалып қояды. Сирияға барған жоқпын. Мен жолда бармақшы болдым, өйткені айтты да, әйел адам барып жаңағыдай көмектесетін болса, жыныстық жағынан өліп кететін болса, ол не деп қандай шахид болады деп ше. Қатты миыма қайтты. Ол кезде небәрі 15 жастамын ғой, 15-16 жастамын. Жаңағы қасымдағы қызбен кетіп қалдым. Қазіргі өмірім Аллаға шүкір жақсы. Өзім жұмыс жасаймын, оқуымды оқып жатырмын, орамалымды шештім, киім де келмейді, если честно.